Dostlar, Allah Teala barşamızga nasip etsin. Kabriolet, korvet deb önkü töbesi aşk maşinasымен жүретін болдық қой. Töbesi aşk. Kabriolet. Даже Грузияда. Грузияның өзінде аспанға қарап төбемізді ашып қойып жүр. Қазақтар жасасын бауырлар. Берік бауырым қыдыртып жүр Грузияны, Тбилиси қаласын. Настя деген қарындасымыз осында жаңағы тұрады. Берік бауырларымызбен бірге жаңағы жұмыс жасайды, қызмет жасайды. Короче, Настяға айтып жатырмын, берші сен джибімді айдап көрейші деп жатырмын. Сөйтіп соған кілтін беріп, короче, машинада Грузияда, Тбилисиде машинамен жүректі бауырлар. Берік, сен жаңа айттың ғой, машинамен айналысамыз деп ше? Иә. Вообще, машиналар қазір бар ма сендерде мынау Тбилисида? Иә, әрине. Біздің клиенттердің уже заказ берген машиналар қазір Тбилисиде тұр. Айтпақшы, сіздің отеліңіздің қасында, мына жерде оң жақта. Ты че? Ей, не? Барайық та, көрейік та, күшті машиналар бар ма? Иә, әрине қазір бар, барлығын көрсетемін. Біздің площадка дайын тұр машиналар. Ох, ё-моё, обязательно апар қазір. Корветтер бар ма, андай спортивный кар, сондай Porsche деген. Ондайлар иә заказ береміз, бірақ қазір площадкада жоқ, бірақ негізі заказ береміз. Қазір қандай машиналар бар? Қазір корвет бар, и заказда. Қазір корвет тұр ма? Жоқ, площадканың өзіне қазір BMW Mercedes бар. Біздің қазақтар жақсы көретін. Камридан басқа машиналар енді. Все, родной. Бауырлар, ағайлар. Мына машина бірінші мәрте айдап жатырмын да. Нағыз біздің ауылға арналған машина екен да. Поляға, малдың басына, жылқының басында. Жаңа Берік айтып жатсың ғой, машина ше? Ана несі? Ходовкасы неубиваемый деп жатсың ғой? Ходовкасы мощный. Мощный ма бұл? Баяғыда. Оны фермерлерге арналған, жолдың сыртына, мысалы, андай бездорожьеға арналған машиналар. Сондықтан бұның ходовкасы мощный. Мына мысалы 2 литр жетекті, бірақ толық жетекті, бірақ 3/5 бар, 3/6 бар. Біздің ауылға керек машина ғой мынау. Вообще прочный машина екен, е? Жазда үстін алып тастап, біз жүргендегідей, жазда өте қызық болады. Жалпы бауырлар, ағайлар, жаман машина көргім келіп жатыр, жаман. Қашан көреміз, машина көрейікші бар. Иә, алға бұйырса қасымызда площадка бар. Барып, көліктердің барлығын ашып көрсетеміз. Прям машина көп қояқта, или именно сендердің машиналар? Именно біздің машиналар тұр сол жерде. Өйткені бұл біздің жабық парковка, охраняемый. Тек біздің клиенттерден Америкадан машиналар келді. Потиға, біз Потиден Тбилисиге автобуспен сол парковкада тұрады. Содан соң Қазақстанға кетеді. Бауырлар, ағайындары, жәндер машина. Біз қазір бар ғой, бауырымыздың қазір өзінің машина сатып жатқан паркингіне барамыз. Ауде!